Бүгінгі жиынға қатысушылар, ауыл тұрғындары, мен осы Ақмай ауылдық округі әкімі Бейсенбаев Ғалымжан Қайырбекұлы есімім. Жалпы ауыл тұрғындары жақсы біледі, жылда осы РУШЕС-тің жаңағы қоғамдық тыңдалымы өтеді. Бүгінгі қоғамдық тыңдалымда РУШЕС жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, рұқсат етілген шығындылар нормативі, рұқсат етілген ағымдылар нормативі, қалдықтарды басқару бағдарламасы, өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы, табиғат қорғау іс-шаралар жоспары бойынша ашық жиналыс түрінде өтеді. Қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидаларын бекіту туралы бұйрығына сәйкес жергілікті атқарушы органның өкілі ретінде, яғни төрағасы ретінде өзімді ұсынамын. Осы ретте хатшысы ретінде қатысушылар арасынан РУШЕС мекемесінің заңгері Мырзахмет Азамат Серікұлын сайласақ. Қарсылықтарыңыз жоқ болса, онда бірауыздан Азамат бауырымыз осы хатшылыққа тағайындадық. Онда қоғамдық тыңдауды ашық деп жариялаймын. Жалпы қоғамдық тыңдаудың тапсырыс беруші РУШЕС жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жобаны дайындаған Сыр Арал сараптама жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Бүгінгі жиналысқа жобаға қатысты жоба жетекшілері мен ұйымдардың мамандары және мүдделі органдардың өкілдері Zoom конференциясы арқылы қатысуда. Енді кезекте қоғамдық тыңдаудың регламентіне тоқтала кетсек. Баяндама жасауға әрбір баяндамашыға 10-15 минут уақыт беріледі. Қосымша сөйлеймін деушілерге 3-5 минуттан уақыт беріледі. Соған келісеміз ба? Онда осы бастан келісіп алайық. Ұсыныс сұрақтарыңыз болса, баяндамашыны тыңдап болғаннан кейін талқылауға көшеміз. Соған келісейік, ортасын бөлмейік баяндамашына. Баяндама аяқталғаннан кейін жоба бойынша ұсыныстарыңыз, сұрақтарыңыз, пікірлеріңіз болса, ат жөндеріңізді атай отырып қойсаңыздар болады. Осы регламентпен келіссеңіздер, қоғамдық тыңдаудың күн тәртібін және регламенттің бірауыздан бекітіледі. Бекітуге жариялансын ба? Енді кезекте жоба бойынша Сыр Арал сараптама жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің баяндамашы Оразбаева Ғайзаға сөз кезегін беремін. Сәлеметсіздер ме? Бүгін Қызылорда облысы Шиелі ауданы солтүстік Қарамұрын және оңтүстік Қарамұрын кеніштерінде орналасқан РУ-6 жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің рұқсат етілген эмиссиялар нормативтерінің жобасы қарастырылады. Тапсырыс беруші РУ-6 жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, жобаларды әзірлеуші Сыр Арал сараптама жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Келесі слайд. Жалпы мәліметке тоқталатын болсақ, РУ-6 мекемесі жөнінде негізгі қызмет түрі ұңғымалық жерасты сілтілендіру әдісімен ураны бар кеніштерді өндіру, кейіннен алынған өнімді сорбциялық концентрациялау әдісімен өңдеу. Уранды жерасты сілтілендіру кеніштерінде өндіру Қарамұрын кен орнында жүзеге асырылады. Өнеркәсіп алаңдары солтүстік Қарамұрын және оңтүстік Қарамұрын болып екіге бөлінеді. Бірінші және екінші алаңдардың ара қашықтығы 9 шақырымды құрайды. РУ-6 жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бірнеше алаңдарға бөлінген. Олар уранды жерасты сілтілендіру Қарамұрын кеніші және Шиелі Тайқоңыр автожолының 82 шақырымында орналасқан радиоактивті қалдықтарды көмудің жер үсті қорымы. Солтүстік және оңтүстік Қарамұрын кеніштері Қазақстан Республикасы Қызылорда облысының Шиелі ауданында, Қызылорда қаласының оңтүстік шығысқа қарай 130 шақырымда орналасқан. Кеніштің солтүстігінде, солтүстік шығысында және шығысында Қаратау таулары, оңтүстік шығысында Түркістан қаласы, оңтүстігінде және оңтүстік батысында Сырдария уран кені провинциясы орналасқан. Жақын елді мекендер Көкшоқы және Шиелі кенттері. Кәсіпорынның жұмыс режимі 35-40 сағаттық жұмыс аптасы және 260 күн жылына. Уранның жалпы өнімділігі бір жылға 833,3 тоннаға дейін жетеді. Келесі слайд. Өндіріс алаңдары мен ерітінділерді өңдеу цехтері орталық базадан 12-25 шақырым қашықтықта орналасқан. Жаңа уран өндірістерінен Қазатомпром өнеркәсібі, Семізбай Ю ЖШС, Байкен Ю ЖШС және Харасан кенішіндегі Қызылқұм ЖШС өндіруші кен орындарының Сырдария өзенінің оң жағалауында орналасқан. Жолдары асфальтпен қиыршықтас төселген жолдар бойынша қарастырылды. Қарамұрын кенішіндегі технологиялық өрістер учаскесі
1-2 болып екіге бөлінеді. Өнімді ерітінділерді қайта өңдеу учаскесі және жөндеу қалпына келтіру жұмыстар учаскесі болып бөлінеді. Келесі слайдта РУ-6 ЖШС аумағының орналасу ситуациялық жоспары көрсетілген. Айта берейін, көрсетілген. Одан кейінгі кәсіпорынның қоршаған ортаны ластау көзі ретіндегі сипаттамасына жалпы тоқталып кетсек, атмосфералық ауа пайдалану кезеңінде барлығы ластаушы заттар шығарындыларының 98 көзі, оның ішінде 68 ұйымдастырылған және 30 ұйымдастырылмаған шығарындылар көздері қарастырылған. Келесі өте бересіз ба слайдты? Тағы да. Жаңа жоғары қарай бір не өтіп жіберіңізші. Осы жерде жаңағы РУ-6 ЖШС аумағының орналасу ситуациялық жоспарлы көрсетілген. Мына жерде кейінгі слайдта аумағындағы нысандардың орналасу жоспары көрсетілген. Одан кейінгі слайдта осы тұрғанды қазір айтып жатырмыз. Қоршаған ортаны ластау көзі ретіндегі сипаттамасы. Түгендеу нәтижелері бойынша белгіленген көздерден басқа солтүстік Қарамұрын және оңтүстік Қарамұрын кеніштерін игеру жобасы бойынша көздердің тізбесі осы жобаға көрсетілді, қарастырылды. Оған бөлек рұқсат қағазы бар. Осы жоба шеңберінде Қызылорда облысының Шиелі және Жаңақорған аудандарында орналасқан солтүстік Қарамұрын және оңтүстік Қарамұрын кеніштерінде шлам жинағыш құрылысы жобасы қарастырылды. Аталған жобаға экологиялық құжаттар өз мерзімінен кеш алынып жатқандығына байланысты құрылыс жұмыстары 2025-2026 жылдарға ысырылды. Қарамұрын кенішінің объектілерінде газ тазарту қондырғысы қарастырылмаған. Атмосфералық ауаға бөлінетін ластаушы заттардың көлемі келесі слайдта көрсетілген. Келесі слайд. Осы слайдта атмосфералық ауаға бөлінетін зиянды заттардың РУ-6 мекемесінің өндірісінің нәтижесінде көрсетілген. Ол 58,9 тоннаны құрайды әр жылға. Одан кейінгі слайдта 2025-2030 жылдарға арналған солтүстік Қарамұрын және оңтүстік Қарамұрын кеніштерін игеру кезеңінде бөлінетін зиянды заттары тізімі көрсетілген. Ол әр жылда әр қалай көрсетілген. 25-те бөлек, 26-та бөлек, өздеріңіздің кестеде көріп отырғандарыңыздай. Бұның алдындағы слайд. Одан кейінгі слайдта 2025-2026 жылдарға солтүстік Қарамұрын және оңтүстік Қарамұрын кеніштерінде шлам жинағыш құрылысы барысында бөлінетін зиянды заттардың тізімі көрсетілген. 25-26 жылға 2 жылға ол 3,7 тоннаны құрайды. Келесі слайд. Сумен қамтамасыз ету. Алаңдарды сумен жабдықтау және жер асты сулармен жүзеге асырылады. Шаруашылық ауыз суға пайдаланылады, өндірістік техникалық қажеттіліктерге, өрт сөндіру қажеттіліктеріне пайдаланылады. Солтүстік Қарамұрын кенішінде су қабылдау қондырғысының аумағында тереңдігі 680 метр болатын 2 су ұңғымасы орналасқан. Су пайдаланудың есептік көрсеткіштері келесі слайдта көрсетілген. Бұл жерде солтүстік Қарамұрын және оңтүстік Қарамұрын кеніштеріндегі жалпы тұрмыстық шаруашылыққа, асханаға, жуынуға, кір жууға, технологиялық процестерге, қазандық, бу қазандықтарына, өрт сөндіру жұмыстарына, тағы да басқа жұмыстарға кететін су көлемінің есебі көрсетілген. Келесі слайдта ағынды суларды жинау және тазалаудың технологиялық сипаттамасы. Солтүстік Қарамұрын кенішінің әкімшілік тұрмыстық кешенінің қажеттіліктерінен пайда болған барлық ағын су жинақтағышқа жиналады. Әрі қарай ол су тазарту қондырғысына жіберіледі. Толық тазалаудан өткеннен кейін, залалсыздандырылғаннан кейін ағынды суды булану тоғандарына жібереді. Ол жерде өз кезегінде булану процесі жүреді. Жинақтағыш 2 люгі бар, аузы қақпақпен жабылған, ауа алмасу вентиляциялық құбырмен жабдықталған ағын суларды жинауға арналған қондырғы. Ал биологиялық тазалау станциясы тұрмыстық және құрамы соған жақын ұқсас өнеркәсіптік ағын суларды тазартуға арналған модульдік құрылғы. Күніне тазарту өнімділігі 200 метр кубты құрайды. Оңтүстік Қарамұрын аумағы әкімшілік тұрмыстық кешенінен пайда болатын ағын сулар уақытша 37,8, 18,9, 3 кубтық септиктерде уақытша сақталып, арнайы көлікпен айына 1 рет солтүстік Қарамұрын кенішінің су тазарту биологиялық станциясына әкетіледі.
Келесі слайдта тазарту қондырғысының тиімділігінің сипаттамасы көрсетілген. Яғни тазарту қондырғысына келіп түскен судың жаңағы тазалығы және одан кейінгі тазартылғаннан кейінгі мөлшерлері көрсетілген осы таблицада. Кестеде. Келесі ағын судың нормативтері. Ағын судың нормативтерін буландырғыш тоғанның көлемі 58.590 метр кубты құрайды, тереңдігі 1,5 метрді құрайды. Осы мына келесі таблицада, осы таблицада кестеде ағын сулардың құрамында ағын сулардың құрамында болатын барлық зиянды қалқыма заттардың мөлшері көрсетілген. Келесі 2025-2030 жылдарда кеніштерді пайдалану кезінде қалдықтардың жинақталу лимиттері. Өздеріңіз кестеде көріп отырғандай, қалдықтардың тізімі көрсетілген. Люминесцентті лампылар, абсорбентті, фильтрлейтін материалдар, лактар, майлы фильтрлер, аккумуляторлар, мотор майлары, ластанған қаптамалар, бұрғылау шламдары, дәнекерлеу қалдықтары, қара металдардың үгінділері, ағынды суларды тазарту қалдықтары, аралас құрылыс қалдықтар, аралас тұрмыстық қалдықтар, күл қалдығы, майлы шүберектер, істен шыққан электроқондырғылар, қағаз және картон, істен шыққан шиналар, пластмассалар, түрлі түсті металдар, медициналық қалдықтар, қара металдар сияқты қалдықтар бөлінеді. Келесі слайдта 2025 ол РУ-6 мекемесін пайдалану барысында бөлінетін қалдықтар. Енді келесі кестеде 2025-2026 жылдарға шлам жинағыш құрылысы кезіндегі қалдықтардың жинақталу лимиттері көрсетілген. Бұл құрылыс барысында 2025-2026 жылдарға бөлінетін қалдықтар. Келесі кәсіпорынның қоршаған ортаны. Келесі өндірістік экологиялық бақылау. Өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы бойынша жүзеге асырылады. Атмосфералық ауа мониторингісін санитарлық аймақ шекарасында шекарасында жүргізу қарастырылады. Именно күкірт, азот диоксиді және шаңға жүргізу ұсынылады. Ағын суларды бұл тоғанның аумағында қалқыма заттар, сульфаттар, хлоридтер, нитраттарға жүргізілу ұсынылады. Топыраққа, мұнай өнімдеріне мониторинг жүргізу және радиациялық мониторингті санитарлық қорғау аймағында 90 сайын жүргізілу көзделеді. Келесі қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар. Жоғарыдағы аталған жобадағы эмиссия нормативтерінің қадағалау қатаң түрде, қондырғылардың жұмысының қатаң бақылауда ұстау, технологиялық циклда ақаулар болған жағдайда жедел түрде ауыстыру, ластаушы көздердің санитарлық қорғау аймағы шекарасында атмосфералық ауаның мониторингін жүргізу, аймақты көгалдандыру, тұтыну және өндіріс қалдықтарын арнайы орындарда жинау, бөлу және залалсыздандыру жұмыстары. Бақылау ұңғымаларын пайдалана отырып, жер асты суларына мониторинг жүргізу. Назарларыңызға рахмет. Егерде сұрақтарыңыз болса қоясыздар. Қазір мына жақта экология департаменті және қалалық экология қатысып отыр. Сол кісілерден сұрақ болса. Маржан, Алма. Баяндамашыға ұсыныс пікірлеріңіз, сұрақтарыңыз болса қойып отырыңыздар. Мына жақта ана кісілерде сұрақ бар ма екен? Маржан, Алма. Корректировка в связи с чем? Как көрсетейін, Көрініп жатыр ма, Маржан? 20 шақты, одан көп адам отыр. Барлығымыз қол көтеріп. Шынымен қол көтеріп бір ауызы біз ол қатысып отырмыз деп, көрінбей жатыр себебі. Көрдіңіз бе, Маржан? 50 адам бар. Тағы басқа сұрақтарыңыз бар ма?
проблемасы мына жақтағы адамдардың. Аула, если ма берға жақын тұрмыз. Жауап беретін кісілер бар ма? Мен жылда осы сұрақ қоямын деп, жылда жауап Біраз өкілдері келіп отыр. Ақмай ауылының шығыс жағында тұрамыз. Шығысқа қарай сол жаңа уранның несіне қарай мал жаямыз да жылда. Сол жылда мал жаямыз, бірақ 2016 жылы бір сиырымыз сол кислотаға күйіп қалған. Оған ешқандай жауап та жаңағындай маман да болмады да оған жауап беретін. Сол күйі сол жабылған үйінде қалды. Қазір қора толық 100% мен қоршаулы тұр деп айтамын, өйткені құлап қалған жерлер көп. Оны қайтадан тұрғызып жатқан адамдар да жоқ. Мен 2 жыл бұрын алған сол күйі тұр. Оған жауапты мамандар бар ма? Қораны, жағаны, күйген малдарға жауап беретін. Ол мен ғана емес, біздің көше тұрғындарының 5-6 жаңағы мал басы сондай болып кеткен. Ол былтырда қойылған осы жерде сұрақ. Жыл сайын осындай жауапсыз күйінде қалып кетеді. Қорада қайтадан істелмейді да ол. Батырхан есім. Қора бойынша шынды айтсақ, ол қораның бәрін ұзатында ағайындар өздеріңіздер, стойкісінде ұрлайтын өздеріңіздер. Құлап жатқанына 2 жыл болғанда ол қайтадан көтерілмеген сол күй. Ол 2 жылдан бері қарап жатыр, бір ақот жасап, бірдеңе қарап жатыр. Құлаған нәрсені оны көтеріп тұрып, оның ішіне малды кіргізіп, біздің өзімізге деген. Енді сіздің айтып тұрған мынау 20-шы ай жақтағы несі? Ол да жұмыстар ай сайын жүргізіп отыр. Ақпатта жүретін техника бар. Оны қоямыз. Күйген малымыз туралы ешқандай информация білмейді екен. 2016-да келген, одан кейін тоқтатылды енді. Одан кейін болған жоқ ол жағдай. Қора дұрыс болса, ол ондай жағдайға жетпейді деп ойлаймын. Жоқ, қазір бізде ондай мен нақты көрсетіп те беремін, дәл қазір ол 2 жыл бұрын құлап жатқан болады негізі ол. бір нағанды суретін түсіріп жіберші, мен тексертейін, қай жақта тұрғанын. Ол Абылай өте дұрыс сұрақ қойып отыр. Бұл мәселе біраздан бері көтеріп келе жатқан нәрсе. Жаңағы арасында бар ғой енді төгіліп жатқан жерлер. Может, қоран құлап қалған жерлер бар шығар. Енді ұсыныс ретінде айтып жатыр Абылай бауырымыз. Өздеріңізде бір қадағалап, аққот жасап, құлаған жерлер болса, территорияға кірмейтіндей жағдай жасаңыздар. Сосын жаңағы шайынды төгінділеріңіз мал жайымдылық жерге төгілмесін, бері қарай шығып кетпесін. Өйткені қанша мал бар, малдың етін жейді халық, оның сүтін ішеді, халық зардап шекпеу керек жалпы. Өздеріңізде бір қолға алып қарап шықсаңыздар, кем-кетік жерлер болса тапсырыңыздар. Абылай, аты жөніңді толық айтып жіберсең, мына жаққа жазу керек қазір. Бейбітбаев Абылай Есенбайұлы. Бейбітбаев. Ондай сұрақ қойылады деп жылда жазып қойсаңыздар, жылда да жазып алып кетеді, былтырда алмайды. Жылда осы сұрақты қойады, қанша адам бар, қанша адам зардап шекеді, малы бар, қанша адам бір Дұрыс, өте орынды. Өте орынды. Тағы сұрақ қоямын деушілер. Негізі бұндай ұсыныстар түскен кезде өтініш иесіне жауап болса, қағаз жүзінде болсын, қалпына келтірді деген сияқты, құлаған қоралар шықты деген мәселе сияқты. Өйткені келесі жылы тағы қоғамдық тыңдауға келген кезде бұндай реніш туындамайды да, сіздерге ұсыныс. Әлеке. Саламатсыздар ма? Тоқпанов мектептің тәрбиеші жөніндегі орынбасарым, қазіргі таңда мектеп директорының міндетін атқарушы болып жұмыс атқарып жатырмын. Былтыр енді бізде мектеп директоры бар кезде жылдың аяғында осы басшылықтан келіп сіздердің тараптарыңыздан бізге ұсыныс жасаңдар деген өз тарапымыздан жаңағыдай қолдау көрсетіп, бір 2 оқушы немесе 3 оқушының 11 бітіріп жатқан түлектердің оқуын қаржысын төлеп береміз деп ше. Сөйтіп сол 3 оқушыны біз ұсындық. Ол 3 оқушылар енді әлеуметтік жағдай төмен, біреулері жаңа жартылай жетім отбасында тәрбиеленіп жатқан оқушылар. Соларды ұсынып, олар ақыл негізде оқуға тапсырып түсті, 50 балдан жоғары жинап. Бірақ дегенмен де кеше хабарластық сол ата-аналармен. Әлі күнге дейін жаңағыдай осы оқушылардың несі төленбеген сіздердің тараптарыңыздан. Осы мәселе бойынша не айтасыздар?
қазіргі таңда мына қазіргі төлеп тұрған неміз қазір пофамильно айтып шығайын да. Мұрсалова Айсұлу Қанатқызы, Қаналбаева Гүлназ Мұратқызы, Оралханова Альбина Тимурқызы. Ол кісілерге бәріне түсіндіріп жаңағыдай айттық. Ақшасы төленді. енді хабарласып. Иә, осы кеше осы 1-2 күн бұрын ақшасы төленді. Болды. Енді қазір енді мен сол Максиге айтып жатырмын да, сіз біліңіз колледжге звондаңыз. Менің қызым оқу ақысын жаңағы осы мекеме қаражаттандырылады, көмек ретінде әр мектептен 3 оқушы деген сол оқушының ата-анасымын, мен есімім Ләйім. Қызым болашақ универінің жоғары колледжінде оқып жатыр қазіргі таңда. Осы 25 январь айында колледжден мені шақырып ата-анасының оқу ақысы аударылмаған жөнінде. Сосын талап қойылды маған. Осы январь айында төлемесеңіздер, қызыңыздың документін алып кетіңіздер деді. Сосын енді амал жоқ, вынужденно мен өзім төледім. Өзім оқу ақысын төледім. Мына кісі енді бүгін кеше аударылды деп отыр. Негізі оқу жылы сентябрь айында басталады. Сентябрь айында ол ақша аудару керек. Максимум соңғы декабрь ғой, жылдың соңы, сол кезге дейін аудару керек. Өйткені талап етеді ата-анадан. Олар платный оқып жатқаннан кейін, ол любой жерде сондай. Өліп төлеу, ондай деген жоқ. Өйткені мен өз басым бардым колледжге, айттым сөйтіп. Енді Амал жоқ, мен өзім төледім. Бұлай болған. Былтыр меморандумға отырған Рушес мекемесімен артмай-ақ 3 оқушының тізімін берген мектеп тарапынан. Енді кеше сентябрь басталғалы бері бұл кісілер жылағандай қайта-қайта хабарласып, бізде сіздердің басшылықтарыңызға шықтық. Енді қазіргі таңда мендегі мәлімет бойынша 1-2 күн бұрын төленбеген, 4 күн төленеді деген мәлімет бар. Оқу ақысы осы 4 күн төленеді деп маған айтылған. Ол әлі төленбеген. Сіздегі информация нақты емес, или мендегі нақты емес. Маған бергені прямой сонымен айналысып отқан азаматтар, азаматшалар 4 күн төленіп береді. Енді бүйтіп кешіктіріле беретін болса, бұл кісілердің осы мекемеге сеніп оқуға жіберілді, мысалы, тізім сұрады, меморандумға отырды. Бұл кісілердің кінәсіне ертең қыздар шырылдап оқудан шықпай жатса, кім жауапты болады оған? Сол себепті меморандумға отырғаннан кейін ол әшейін қағаз ретінде қарамай, келісімді орындаған жақсы, жалпы өздеріңіздің де абыройларыңыз сұратылды. Одан екінші мәселе, 3 оқушыны жаңағы оқу ақысын төлейміз дегеннен бөлек 2 ауылдың азаматын жұмысқа қабылдаймыз деген меморандум бар. Ол екеуі де жұмысқа қабылданған жоқ. Ол 2 талапта пока орындалмай тұр меморандум бойынша. Енді Ғалеке, мен айта кетейін, қазіргі бұны кеше информация алған ма, қазіргі 24-тен бері біз 2 адам алдық. Ермек С деген, Әбілқасым Ш деген. Жалпы ауыл тұрғындары жаңа істеп жатқан 9 адам істейді. Максимально енді не алып отырық та енді. Ол Асеке, бұлай Ермек С, Әбілқасым дегендер осы ауылдың тұрғындары. Біздің берген неміз бойынша басқа адамдар біздің бергенбіз. Басқа 2 жігіттің резюмесін бергенбіз. Біреуі 7 бала. Бірінші кезекте мен 7 баланы аласыздар деген. Жәкеңе кірген кезде. Ол екеуінің де жаңағы несін түйіндемелерін мен өзім апарып бердім. Ол азаматтарға әлі күнге дейін хабар келмеген, екеуі жұмысқа алынбаған. Ал ана жаңағы айтып тұрған 2 жігіт қашан қалай кірген мен хабарымда жоқ. Біздің тарапымыздан берілген 2 азамат жұмысқа кірмеген. Менің ол бауырларым емес, ағайындарым емес, просто жаңағы әлеуметтік жағдайларына қарап ұсынылған, ақылдасып отырып берілген жігіттер. Ол резюме қазір Пакизаның алдында жатыр. Мен оны көріп кеткен бар. Ішке барғаннан кейін сол вопрос. Ол бойынша да хат бойынша бумажный түрде бір жауап берсеңіздер, менде өйткені ауылдың егесі болғаннан кейін халық менен сұрайды. Жаңағы қыздардың да ата-аналары менен сұрайды. Кешегі кезде қайта-қайта шырылдаған кезде телефондарынан алғым келмей қалды, не жауап беретінін білмей қалдым да. Сондай мәселе туындамас үшін бұндай мәселелерді уақытында шешіп, болмаса қағаз жүзінде жауаптарыңызды беріп отырсаңыздар.
ауызша түрінде әйтеуір жерге жүріп кетпейтін болсын сөз. өндіріс қауіпсіздік басқармасының басшысы Нұралты мекемесінің халық нұрлан дейтін. Жаңа енді мына аудан көлемінде бізде баста меморандум деген болды ғой, сіздерде жаңа 3 бала деп жатсыздар, басқа да ауылдық жерлерден тұрмыс төмен отбасылардан ол кезінде шешім қабылданды. Ол шешім қабылданғанмен біз Атомпромға барамыз, Атомпром самұрыққа бағынады. Сонымен біраз ол жерде келіспеушіліктер болды да, өйткені оның рұқсаты бар, әр департаменттен өтеді. Сонымен біраз бізде не болды, задержка болды да, енді оңынан енді шешілді. Енді мен айтып өтейін, сіздерге акиматтың атынан осы төленген жөнінен ақпар официально сіздерге беріледі. Енді жаңағы жұмысқа қабылдау деген сіз өзіңіз не айтып бердіңіз, резюме бердім дедіңіз ғой. Жалпы енді бізде қазір система бойынша резюме сайтқа енгізілу керек. Жалпы да, енді оны да сіздерге түсіндіре айтар. Енді бұл сіздерге айтылған неден уәждеріңізді бір енді біз басшылыққа жеткіземіз. Осылай екі адамды жұмысқа тұрмыс төмен жетім бала деп жатсыз ғой. Ол жағынан жұмыс істейміз. Енді жаңағы 3 студент бойынша ақпар береміз. Енді ол студенттер 1 жыл оқып қоя салмайды ғой. 3 жыл оқиды, 4 жыл оқиды мысалға. Сол жылдарға жауап бересіздер ма, жоқ, биылдан кейін өзім төлейсіңдер ма деп қалай болады ол? Әр жылға мысалы бюджетте қаралады. Біз бюджетте мысалы ертең келесі 26 жылғы бюджетін біз майда бастаймыз да, келесі 26 жылға бюджетке саламыз. Мынандай қажеттілікке байланысты әр неге алатын жаңағыдай қызметіміз бар, бәрін саламыз. Сол салғаннан кейін біз Атомпромға қорғаймыз немізді, бюджетімізді. Ол қорғаған кезде мынау сен көп, мынау аз, мынау қысқарт деп бізге беріледі. Олар бізге бәрі өтіп болғаннан кейін почти жылдың аяғы болады ол бюджет біз қорғап болған дегенше. Одан кейін олар самұрықтың алдына қорғайды. Олардан тағы келеді қысқартыңдар дейді. Сондай біраз бізде сатылар бар да, бізден рушес өзіміз қабылдап қоя салсақ, біздің қабылдаған шешімімізді жоғарыда шығып алды. Оларда әр жауапты департаменттер бар, нелер бар, мамандар солар қарайды, сосын шешім шығарады. Ол жаңа бюджет құдай қаласа ертең майда келесі жылдық басталады. Рахмет. Менде тағы бір ұсыныс қой, осы оқу ақысын төлеу жөнінде. Енді ол сіздердің өздеріңіздің системаларыңыз бар, оны білемін, самұрық қазына арқылы қаржы шешілетін, оның барлығын ата-аналарға түсіндірген. Оның үстіне сіздің қызыңыз Қазақстанский колледж болмай қалып, шамалы задержка болып қалды. Оның барлығын түсіндіріп айттым. Енді өздеріңіздің бюджеттеріңіз солай жоспарлайтын кезде студенттерге сессияға жібермейміз деп шамалы қорқытады ғой, қаражаттарын төлеңдер деп. Сондай кезде сіздер кепіл хат берсеңіздер, өздеріңіз жағдайларыңызды түсіндіріп, осы оқу орнына осындай кезге дейін төлем жүргізіп береміз деп кепіл хат беріп, чтобы мына кісілердің қыздары, студенттер ешқандай алаңдаушылық танытпай, ары қарай оқуларын жалғастырып, ректорат жағынан қысым көрмейтіндей болу керек қой. Сол себепті бір письмо тастап қойсаңыздар әр жылы, осындай кезге дейін төлеп береміз деп кепіл хат. Сол кезде ортадағы осындай форс-мажор мәселелер болмайды да. Ұсыныс. Менің есімім Мұса Қуаныш Маралұлы, 49-шы орта мектепте тарих пәнінің мұғалімі. Енді мен жаңа сіздердің айтып жатқан жерлеріңізде көгалдандыру жұмыстары жүргізіледі дедіңіздер. Ол көгалдандыру жұмыстары қай жақта жүріп жатыр? Соны мен білсем деп едім. Мысалға біздің ауылға келіп ешқандай бір сіздердің тараптарыңыздан бір талай жатқандарыңызды көрген жоқ. Біз негізгі орталықта тұрып жатқанбыз ғой. Және Рушестің жағасында орналасқан. Ауылға келіп бір талай бір көгалдандырып жатқандарыңызды көрген жоқпыз. Жаңа сіздің айтқан бұл кісілер тапсырыс беруші, Рушесте, мен жоба дайындаушымын. Мен подрядный компаниямын да. Енді бұл біз ұсыныс жаздық бұл жерде. Бұл ұсыныс қоршаған ортаны қорғау іс-шаралары осы жоба жүру барысындағы көгалдандыру жұмыстары жүргізілу қажет деп. Енді оған Зухра не айтады екен ол жөнінде? Көгалдандыру жұмыстарына бізге талай келген жоқ. Осының көгалдандыру қай жаққа жүріп жатыр деп сұрап жатыр. Жалпы енді көгалдандыру бойынша біз енді өзіміздің
кеніш аумағында ғой көгалдандыру жүргізілді. Кеніш аумағында көгалдандыру енді кеше көктемнен басталды. Көгалдандыру нелер жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жылына жаңағыдай бізге де бөлінген не болады, сол бойынша көгалдандыру жұмыстары. Бірақ енді мына елді мекендерге деген жоқ. Енді жалпы бізде мына көгалдандыру жаңа жерді қайта қалпына келтіру деген бізде енді бұрыннан қолданып келе жатқан нелер бар ғой, мысалы кен орындары бар ғой. Енді оған әзірше жоба дайындалып жатыр, мысалы деймін да, поля, авангардқа жақын полялар бар ғой. Сол жерлерді мысалы қалпына келтіру, жаңа гумус дейді ғой, бет жердің слойын анықтау, анықтағанда қайтадан орнына келтіру, жаңа неге бұлғанған жерлерді алу деген сияқты олар жұмыстар, проект қазір жүріп жатыр. Сол проектпен болашақта жұмыс істеледі. Енді көгалдандыру жөнінде де жұмыс бар, жаңа жоба бойынша. Біз енді әлде де 2040-қа дейін жұмыс істейміз деп отырмыз ғой. Енді 2030-дан кейін осы жұмыстар жоқ, енді ол проектпен жұмыс істейміз ғой. Біз немен бас салды айналыса бермейміз. Әрінен өзінің орны бар, сол үшін жобаға сәйкес жұмыс істеледі. Жалпы бұл жерде дұрыс түсінік берілген жоқ. Сіз көгалдандыру туралы айтып кеттіңіз, өзіңіз білмедіңіз, қалай көгалдандыратын. Сіз жауап бердіңіз, енді кен ішілік жаңағы территорияны көгалдандыру емес, негізі мақсат заленение часть бар ғой. Сіздердің жаңағы Казатомпром Рушестің аумағы бар территориясы. Біздің ел мекенмен шекараласып жатқан. Сіздерде көгалдандыру деген сол шекараға жасыл белдеу аймағын құру керек сіздер негізі. Жасыл белдеу деген болу керек территорияға. Ол заңында болу керек та. Ол сіздердің анау жаңағы контордың алдына талығу деген, мысалы ел мекен ішіне егіп бер деп жатқан жоқпыз. Негізі заңында, экологияның заңында заленение часть территорияға жасыл белдеу құру керек. Қоралап, как положено, сол жерге жаңағы саялы ағаштар отырғызу керек. Негізінде сондай нәрсе бар. Ол жаңағы айтып отырған проекттің ішінде соның бәрі қарастырылған. Мынау ондай жасыл желек белдеуін мынау кімдер құрды білсеңіздер болады. Құжаттарын барлығын рәсімдеп, жерлердің барлығын алды. Кежуот шел цемент заводы. Сол жасыл белдеу орнатты, қоралады, бірақ одан бір тал шыққан жоқ. Негізі бұл да сондай мәселе ғой. Ал егер ауылдың ішін көгалдандырып беремін десеңіздер, құба-құп қарсы емеспіз. Қосымша сұрақтарыңыз болса, құрметті тұрғындар. Ол өте өзекті мәселе ғой негізі. Әркім көкейінде жүрген өзіміздің жаңағы мал жайылымдық жерлерге кіріп жаңағы ірі өндіріс орны ғой енді, ол жаңағы Рушест мекемесі деген. Осы кезде мынадай неге жасамайды, мынадай болса деген арман тілектеріңіз болса, қосымша сұрақтарыңыз болса, қойып алыңыздар. Садоваға не жөнінде ғой? Бассейн. Бассейн, салып тұру. Аяқ су жөнінде де айтса болады ма? Айтылды. Аяқ су жөнінде болады айтылды. Болашақ көшесі бар ғой, білесіз ғой болашақ Иә. көшесі. Былтыр әшейін қазып кетті. Ол жерге ондай үлкен канал соғылмаса, онымен су келмейді. Тек жерді бет қазып кетті. Оған біз қайттан көміп тастадық оны. Ол сұрақ бұл кісілерге қатысы жоқ. Жоқ, сол Рушестің нелері келіп қазып деді. Ол демеушілікпен келді. Демеушілікпен. Қайтып көміп тастадық оны. Аяқ су жоқ. Жалпы оны негізі ақылдасып, керек емес болса көміп тастаймыз ғой. Басқа сұрақтарыңыз бар ма? Бұл кісілерден жылына бір рет келіп осындай қоғамдық тыңдау өткізеді. Сол себепті көкейде жүрген болса, негізі үлкен ардагер кісілерімізді қамту керек еді. Көз көрген көне кісілер. Болмаса көліктен алып келу керек еді. 2030-дан ары қарай не деді ма сонда? Жоба дайын болған кезде. Жоба қашан дайын болды? Мысалға сіздердің жұмыс істеп жатқандарыңызға қазір қанша жыл болды? Кеңес үкіметінің кезінен бері жұмыс істеп жатырсыз. Жоба дайындалған кезде жобаны ертең осылай сіздермен талқылау жұмыстары жүрген. Әр жоба осындай қоғамдық тыңдау арқылы өтеді. Өзі талқыланады. Жоқ, енді осы уақытқа дейін сонда ешқандай жобасыз жұмыс істеп келдіңіздер ме? Жоқ, әр нәрсенің өзінің жобасы бар ғой. Мысалы, әрқайсының орнына қалпына келтіру жұмыстары бойынша. Мысалы, мынау эмиссия. Мысалға біз енді бұрын есік алдында құдық бар да, құдықтан біз бұрын малды да суарып, есік алдында суара беретінбіз. Қазір құдықтан су алмайсың, өйткені бетінде мынандай кәдімгідей кислота сияқты майланып кетті, оның үшін
мал түгіл ешқандай ешнәрседен ішпейді. Оның бәрі енді былай келгенде жерасты суларымен ғой. Жерасты сулар қаншама мысалға біз бетінде жүргеннен жерасты суымен неғып жатқан жоқпыз ғой. Ал бірақ енді сонда да сіздер дәл біз осы экологиялық аймақта орналасқаннан кейін жаңағындай көгалдандыруларды келіп бір ауылдың ішіне бір саябақ соғып бір халыққа да бір шамалы бір көңіл бөлу керек шығар енді жобаларыңызға сондай нәрселерді қоссаңыздар. Мысалы біздің ауыл дәл орталықта орналасқаннан кейін жаңағыдай демеушілік жасап бір жоба жаңағыдай жобаларыңыздың ішіне қосып бір саябақтар құрып берсеңіздер нұр үстіне нұр болар еді негізінен. Жалпы енді мен айтып өтейін, енді тағы Рушес басын алып қашшы демесін. Енді бізде кез келген жаңа көмек бар ғой. Көмек біз барынша енді қолымыздан келгенше көмек береміз. Техника жөнінде бойынша. Ал енді жалпы жаңағыдай соғып беру не деген бізге ондайдың бәріне запрет жасап тастағанда енді самұрыққа бағынамыз ғой біздер қазір. Ондайды бір жоба болу үшін біз жылына жібереміз бір жобаларды неге самұрық трасс деген компания бар. Солар бекітіп, солар ғана неғылады, ақша бөледі. Ал бізге ондай неге рұқсат етілмейді, өйткені бізде де жаңа айтып отқан жоқпын ба, әр бюджеттің әр тиынын санап неғыламыз. Сол үшін олар сондай социальный жобаларды сол кісілер бекітеді енді. Бірақ біз өз жағымыздан осындай жобалар бар деп жібереміз біз. Ол жақта талқылау деп. Қоссаңыздар деп. Иә, түсінікті. Енді демеушілік жөнінде жақсы көтерілді ғой мәселе. Бізде жалпы Ақмай ауылында ауызсу мәселесі тапшы. Қазір күн жылды, ертең жаздың күні су тапшы болады. Өйткені бізге Шиелі кентінен барып келеді да су. Біз Шиелі кентінен 1,5 метр биікте орналасқанбыз. Ертең күні барлығы агро суару басталған кезде бізге давление жетпейді. Сол себепті былтыр мен осы мәселе бойынша басшыларыңызға кіріп екі рет жолыққам. Қосымша бұрын бізде ескі скважина болатын, ауыз суына алатын. Ескі скважина бар, ол бітеліп қалған. Қосымша қасып бересіздер ма деп өтініш айтқам. Өйткені біздің ауылға жаңағы инвестор болып Қытайлар келді, демеушілікпен фильтр, суды тазалайтын сондай орнатып береміз деді. Жоба құны 99 миллион. Енді соған бізге жаңағындай скважина кәдімгі қазу керек болды. Сол Жәкеңмен сөйлескен кезінде 400 метр глубинаға қазып барлығын реттеп береміз деген. Жәрдем берейік. Ауылдың халқы ауыз судан зардап шегіп отырса, біз жәрдем берейік деп келісім болған, бірақ ауызша келісім болды. Сол енді осы уақытқа дейін орындалмай отыр. Ауыз су мәселесі қайтадан көтеріледі ертең. Каратажбен, как положено, экологтарды жіберіп тексеріп аламыз деген. Сондықтан бір ауыз жеткізсеңіздер. Бұл енді бұл жерде 2700 халық тұрады. 2700 халықты ауыз сумен қамтамасыз етсе, ол үлкен сауап. Үлкен бір аллея салып бермесеңіздер де, основной осы жаңағы бір ауыз су мәселесі, су тіршілік көзі дейді. Соған бір көмек берсеңіздер. Ол басшыларыңыздың назарында бар негізі. Басқа ұсыныс сұрақтарыңыз жоқ болса, қоғамдық тыңдауды өтті деп дауыс береміз ба? Жалпы біраз сұрақтарыңыз қойдыңыздар, ұсыныстарыңызды айттық. Енді онда бүгін қоғамдық тыңдауды өтті деп есептейміз. Және жабық деп жариялаймын қоғамдық тыңдау. Келіп қатысқандарыңызға рахмет, барлықтарыңызға.